Қазақтардың бәрі жалқау болады. Сөзің шыны керек. Жетіскен екенсің. Сен ешқашан қазақты жалқау деп айтушы болма. Оның бәрі жай сөз. Қазақ қалай жалқау болады? Баяғыдан бері таңның атысы, күннің батысы, малдың соңында жүрген халық қалай жалқау болады? Бұның барлығы біздің миымызға әдейі сіңіріліп жатқан сөздер. Жылдар бойы қайталап айта берген соң өзіміз сеніп қалдық. Сондықтан біз керісінше қазақ ақылды, қазақ іскер, қазақ дарынды деген сөздерді қайталап айта беруіміз керек. Ақырында сол сөздерге өзіміз сенетін боламыз. Анау жалқау деген сөз бойымызға қалай құйылды? Сол секілді енді жақсы қасиеттерді сөз арқылы бойымызға сіңіріп аламыз. Құрметті достар, осындай видеолар тағы да көргілеріңіз келсе, Май Қазақ парақшасына тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.